Ондай адамнан қаш. Себебі ол сенің жарығыңды сөндіреді. Жаныңды ауыртып, ақылыңды тұмшалайды. Көңіліңді түсіріп, күмәніңді арттырады. Ол дос бейнесіндегі жау. Bir адам болады, үнемі күледі. Сөздері балдай. Бірақ ішінде қасірет, қызғаныш және есеп. Ол саған жақсы көрінуге тырысады. Бірақ жүрегі бөтен. Ондай адам сенің қуанышыңа ортақтаспайды. Керісінше қызғанады. Сенің әр табысың оған ауыр тиеді. Сол үшін ол сені ақырын тұншықтыра бастайды. Ондай адамнан қаш. Өйткені ол сені өз деңгейіне түсіргісі келеді. Сенің армандарың оған артық. Сенің тазаруың оған қиын. Сенің өсуің оған қауіп. Абай айтқан: адам баласы бірін-бірі көзбен көріп, құлақпен естіп, ақылмен танып, жүрекпен сүйіп барып дос болады. Ал ондай адам сені шын сүймейді. Ол тек өзіне пайдалы кезде ғана жаныңда. Сен құлаған кезде бірінші болып күледі. Сен өскенде ең соңғы болып құттықтайды. Мұндай адам сенің ойыңды да, бағытыңды да бұзады. Ол сенің арманыңды күлкіге айналдырады. Сені сенімсіз етеді. Ол қайда бара жатырсың деп емес, қайда бара алмайсың деп сұрайды. Ондай адамнан қаш. Себебі жақсы адам шабыт береді. Ол сенің үмітіңді оятады. Сен сөйлемей-ақ қойғаныңа түсінеді. Сен сүрінсең демейді. Сен үндемей жыласаң сезеді. Жақсы адам сын айтса да жүректен айтады. Ал жаман адам мақтаған болып тұрып іштей күйреді. Абай тағы да ескертеді. Адамның жақсысы досына жаны ашитын адам. Ондай адаммен бол. Сенің көлеңкеңде емес, жарығыңда көрінгісі келетін адаммен бол. Сені өзгертпей жақсы көретін, сенімен бірге өзгеретін адаммен бол. Есіңде болсын. Дос таңдау тағдыр таңдау. Қасыңдағы адам сенің болашағыңды анықтайды. Сол себепті ондай адамнан қаш. Өзімен өміріңді бүлдіріп алмай тұрып, кеш болмай тұрып. Өмір қысқа, жаның қымбат. Сол үшін ондай адамнан қаш.